Алла субханала тағала айтқан иллиинге жазылады дейді мынаке. Пакиза рухтар бара тұрған жер иллиин. Ибадат қылған, өзін арамдан сақтаған, тақуалыққа ұмтылған, біреудің ақысын жебеген, зұлымдық қылмаған, Алланың нематына шүкір қылған, Алланың сынаусына сабыр қылған, бұндай рухтар жайы иллиинде болады, иллиинде. Құдай сақтасын Алла Тағала. Егер де шайтан менен дос болып жашаған болса, залым болып, біреудің ақысын жеп, біреуді қордып, біреуді талқалап, ішіне уақыт. Алла Тағала Құранда айтады, залымдар ойлап болсын, Алла беқапар екен деп. Алла Тағала білбейлі тұрады, көзөмөлдөбейлі тұрады, көрбейлі тұрады, ұқпайлы тұрады, байқабайлы тұрады деп ойлап болсын дейді Алла. Мақұл, ошон үчүн бирибизге зулумдук кылбайлы, бирибизге жамандык кылбайлы турганда, колубузду тартайлы жамандыкка. Жакшылыкты кылайлы, жакшылыкка колубузду сунайлы. Проблема жок. Бирок жамандыктан. Сиджин болуп калбасын да биздин рухубуз. Сиджин деген азаптала турган рухтардын эмеси. Кордук боло турган.